Бұл понилер поштасы ма? Бұл бар болғаны сенсің бе, опал? Ол үнемі уақытында келуші еді, бірақ бүгін емес. Оны не кідіртуі мүмкін? Қолпынай қосылған қоңыр күнзе сәлем! Не? Шынымен де дәл осылай сәлемдесуімнің себебі қызық болып тұрған шығар. Бұлай сәлемдесу Құлпынай мен қоңыр күнзе қосып кекс пісірген пониге рұқсат етілген. Бұл ессіз үйлестірудің оғаш дыбысына дәмі сай келеді. Және оны саған ұсынайын дедім. Жағымсыз түсіндіруден кейін мен бас тартамын. Болды. Ұмытып кете жасадым. Саған хат әкелдім. Пошташы пони оны саған жеткізбекші болды. Алайда Құлпынай мен қоңыр күнзе қосылған кексті жегеннен кейін ол ауырыңқырап қалды. Онсыз да саған келе жатқан соң оған көмектесейін деп шештім. Мә, ал. Керемет. Не деп жазыпты? Мен оны алам. Алақайы не алдың? Дүкенге мінсіз орынсыз дегенмін. Сол орын босапты. Енді арманымды жүзеге асырып контрлоттан дүкен ашамын. Керемет! Сондай қуаныштымын, бірақ жағдайым мәз емес сияқты. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Кантерлот дүкені. Рерити Скер пони. Мен қатты таң қалдым. Ол сапфир жағалауларына сапар костюмдерінен түскен табысын екінші дүкенін ашу үшін пайдаланды. Ой, керемет! Алған әсерлеріне қарағанда дүкен ұнаған секілді. Тамаша дүкен. Бәлі Рерити, маңдай терсінген жер өнемі байқалып тұрады. Мұндайдан соң аяғың ұйып қалуы мүмкін. Білмейм. Аяғым үйіп қалғанға ұқсайды. Ол үйе келген тазарған және педикюр жасалған. Езілген, тазарған және педикюр жасалған аяққа қарамастан көп еңбектенуіме тура келді. Бірақ өзімнің жаңа менеджерімсіз ешқашан жаңа дүкен аша алмас едім. Ол Саси Седлс. Саған Рерити, Понивилдің понилері. Сәлем, Саси! Контрлоттағы дүкеніме менеджер керек екенін білдім. Ал Саси қаланың ең жақсы дүкендерінде жұмыс істеген. Түйіндемесін көрсеткен кезде оны бірден шалдадым. Сосын Кантерлот дүкеніне арнап, мына жоспарды жасадым. Немесе сән әлемінің тілімен айтсам, үлгі жасадым. Сондықтан Реритидің дүкені табысты болатыны анық. Және мына есіктер ешқашан жабылмайды. Мәссаған, Саси, егжей-тегжейіне мән беруің әсерлі екен. Дүкенді безендіру деген бірінші үлгіні әлде қашан түйреуішпен түйреп қойдым. Бірақ келесі кезекте өте маңызды іс. Көпшілікке жарнама жасау, жергілікті понилердің бәрі ханшайымдарды ұнататын болып шықты. Міне керемет! Сондықтан міне патшалықпен байланыс Кантерлот топтамасын жасадым. Ал сол кезде Эквестрияда жаңа ханшайым пайда болды. Сасидің жүргізген барлық сауалнамалары бойынша сен ең танымал ханшайымсың. Сонымен кездейсоқ көйлектерімнің бірі Кантерлот сарайынан шабыт алуыммен сәйкес келді. Ерекше сәнді көйлек. Әрқашан егжей-тегжейіне мән беретін болсам да, мына топтамада КУМ деген өз ережелеріммен жаңа дәрежеге көтерілдім. Мына көйлекке қарасам, КУМ деген керемет уылжыған мармелад сияқты көрінеді. КУМ деген кутюрье уақыт махаббат. Ол көйлектің сәнді болуы мүмкін екенімен келіссем де, оны ықыласпен аяқтауға мұршам болмады. Дегенмен басқа көйлектер Реритидің ережелеріне сай келеді және тұсаукесерге дайын. Сондай-ақ атақты біреулердің киген көйлегін көрсе, понилердің де сол көйлекті кигілері келетінін зерттеулерім дәлелдеді. Мен үлгінің бұл бөлігін жұлдызды мәртебе деп атаймын. Сонымен былай ғой, Твайлайт. Бүгін мына көйлекті киетін шығарсың деп қатты үміттенеміз.
Егер ханшайым болғаным, мына көйлекті кигенім сенің дүкеніңе қандай да бір көмегін тигізетін болса, түйреуштерінде түйреулеріне болады. Жарайды, понилер, сахнаны дайындайық. Бала күнімнен бастап осы жерде Контрлотта дүкенім болғанын армандадым. Біреуің мені шымшып алыңдаршы. Қазір арманымның есігін ашамын. Контрлот дүкеннің ашылуына қош келдіңіздер. Сәлеметсіз бе? Сізді көргеніме қуаныштымын. Қош келдіңіз. Келіңіздер. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Турасын айтқанда мына Саси сені өкшелеп жатыр, Рерити. Ол педикюріңді білдірді ме? Бәрі жақсы. Менің ойымша ол әде істеген жоқ. Рерити, топтаманы таныстыруға дайынсың ба? Мұны өз тексі келмейтініне сенімді ме? Я, дайынмын. Флаттершай, Туайлайдың киінуіне көмектесесің бе? Әлбетте. Ханымдар мен мырзалар, мен дизайнер және кутюрье Реритимін. Сіздерге Контрлот дүкенінде тағы да сәлем бергім келеді. Осы қаладан шабыт алған топтамамды көруге келгендеріңізге қуаныштымын. О, Тамаша! тамаша. Қандай керемет! Керемет. Рарити, мен. Касмул журналынан Fashion Plate. Касмулдың дүкенімнің ашылу салтанатына мақала жазатыны мен үшін мәртебе. Саси Сәділс хабарласып, сән әлемінің жаңа жұлдызын тапқан айтқанда, бірден байланысқа шықтық. Енді жаңа топтама туралы айтып берші өтінем. Ол Реритидің патшалық белгілері деп аталады. Патшалық сұлуға. Дизайнер ретінде шабыт іздеуді жаным сүйет, және бұл Контрлотқа келген кезімде қиын болмады. Патшалық қаласы менімен тілдесті. Мұны шабыт көзі деп атадым. Данышпан, нағыз данышпан. Сарай жанындағы тоған лала гүлдеріне қарап, мұна көйлекке шабыт алдым. Мұны су жылқысы деп атадым. Неткен ғажап. Селестияның күн сайын күнді көтеруін көру шабытымды нұрландырды. Бұл жарық нұры деп аталады. Ғажап. Сосын әлбетте біздің ұйқыға жатуымыз үшін айды көтеретін ай. Мұны айдың үстінен ұшу деп атаймын. Олай болса, айға ұшып бара жатырмын. Ал соңғысы ерекше бір нәрсе. Туайлайт ханшайымның құрметіне жасалған витраждан шабыт алдым. Көйлекті витраж шабыты деп атадым. Мінекей, көріңіздер. Өйткені, бұл көйлектен шабыт алдым. Ханшайымның тәжге тәжге құрметіне қойылған витраждан. Менің ойымша, витраж шабыты тым түсініксіз. Әсіресе топтаманың басты көйлегі үшін. Бірақ мен дұрысырақ. Ханымдар мен мырзалар, мен Саси Сәділс, Реритидің патшалық белгілері атты топтамасының ашылу салтанатының басты көйлегін назарларыңызға ұсынатыныма қуаныштымын. Ханшайым көйлегі! Жетістік. Ханшайым көйлегі! Тамаша! Ханшайым көйлегі. Қараңыздар сұлу. Әдемі ғой. Туайлайт ханшайым! Мен оны қалай алуға болады? Понилер, өтінем соңымнан еріңіздер. Бәріңіз ханшайым көйлегіне тапсырыс бере аласыздар. Расында да нағыз ханшайымның көйлегі. Рарити, бірінші болып құттықтағым келеді. Ханшайым көйлегі дүкеніңнің жетістікке жетуінің кепілі. Тамаша жұмыс. Керемет. Я, Реритидің патшалық белгілері бұл ғажап. Понилердің бәріне ханшайым көйлегі ұнады. Осылай екеніне ер тоқымға бас тіге аламын. Рерити өзінің фирмалық көйлегіне 100 тапсырыс алды. Алайда білесің бе, 100 тапсырыс па? Бәрі бір уақытта ма? Менің үлгім бойынша келесі кезең фирмалық көйлектің жетістігі. Сондықтан қиындық көріп тұрған жоқпын. Текстер! Әуелі Саси Сәділс, топтамамның басты көйлегіне өзім ат қойғанды жөн көруші едім. Түсінікті ме? Түсіндің бе дейм? Менің зерттеулерім сенің витраж шабыты деген атауының бәріне түсініксіз және тартымсыз болғанын көрсетті.
Сенің ұстанымыңды түсінем, бірақ мұны ашылу салтанатының алдында айтуың керек еді. Саси Седлс. Менің басты мақсатым Кантерлот дүкенінің жетістігі. Сол себепті атын өзгерттім. Сол себепті ханшайым көйлегіне сонша тапсырыс қабылдадым. Дегенмен бір күнде 100 көйлек деген тым көп, тым асығыс. Түсінші, өте көп. Бұл тапсырыстардан бас тартуымыз керек деген кеп тұр ма? Бәлкім, жоқ, Саси. Біз уәде беріп қойдық қой. КУМ ережесі бойынша әрқайсысына ханшайым көйлегін тігіп беремін. Рахмет, Рэрити, рахмет. Тыңдашы, Рэрити. Құрбыларыңның саған көйлек тігуге көмектескендерін қаламайтыныңа сенімдісің бе? Жоқ, Саси. Бұл менің міндетім. Жай ғана жоспарды қолдану керек. Сол кезде Рэритидің ережелерін ұстана отырып, әр пониге ханшайым көйлегін тігіп бер алам. Тігінші Рэрити ереже сақтайды, кепіл болады. Пониге көйлегім әсемдік сыйлайды. Ол маған алғыс айтады. Пони көйлегін көрген сәт керемет. Ерекше көйлекпен қуантамын. Көйлек киген сәтте жұлдызға айнала. Жүрегімде сән әлем ән салады. Ал менің еңбегім өте сапалы, бәрі де бекер. Мұнда бәрі бірдей, керек емес ешкімге. Бәрі бір көйлектің көшірмесі. Онорға бөленуді күтем. Шабытымды қайта сезгім келет. Қанекке Рэрити, сен дұрыс жолдасаң, өнер уақытты басқарсын. Тігінші Рэрити таң қалдырады көйлекті тігіп. Шеберлігімді көрсетемін, мен жылтырды аямаймын. Тігінші Рэрити таң қалдырады көйлекті тігіп. Бәрі жарқырайды, тастар жылтырайды. Кенеттен көйлек жаңарады. Бұл тұтынушы ханшайым көйлегіне тапсырыс берді ме? Ол жағын өзім реттеймін. Жұмысыңды жалғастыра бер. Оның мына көйлектен алатын әсерін көргім келіп еді. Ақымақ болма, Рэрити. Қарашы, әлі қаншама тапсырысың бар. Жұмысты тоқтаттың келе ме? Қазір ме? Бірақ әншейін көйлекке керемет өзгерістер енгіздім. Не істедім дейсің? Алайда ханшайым көйлектерінің бәрі бірдей болуы тиіс. Иә, білем, бірақ мына асыл тастар мені қызықтырып жіберді. Жақсы, алатын әсерін көруіңе болады. Сәлем, Кантерлот дүкеніне қош келдің. Саған ұсынғаныма өте қуаныштымын. Ханшайымның көйлегі, қолым жетті-ау. Твайлайт ханшайымның үстінен көргелі бері армандап жүрмін. Ашылу. Тоқтай тұрыңыз, бірдеңе өзгерген. Суретші ретінде бірнеше бөлшегін өзгертуге тәуекел еттім. Мен асыл тастардың күнге жалт-жұлт еткенін көрдім. Олардың керемет екенін рас қой. Сонда ерекше. Олар жаман емес, бірақ берген тапсырысым емес, дұрыс па? Жоқ, ол емес. Көйлектің тура Твайлайт ханшайымның үстіндегідей болғанын қалаймын. Түсінікті ме? Иә, әрине.
де зая кетті. Дүккен фабрикаға айналды. Арт-артынан тігем тек бір ғана көйлекті. Жүрегім әділдікті талап етем. Ғажап, Рерити, ханшайым көйлегінің 200-ін тігіп үлгердің. Иә, керемет қой. Менің де саған тосын сыйым бар. Дүкендерде Космол журналының жаңа нөмірі пайда болды. Контрлоттың жаңа жұлдызы. Және журнал шыққаннан кейін 1 сағаттан соң ханшайым көйлегінің тағы 100 данасына тапсыра салдық. Тағы да 100 дана. Ханшайым көйлегі. Мен Космол журналының мұқабасындағы понимін. Контрлотта ең табысты дүкенім бар. Армандарымның біріне қол жеткіздім. Бірақ мен бақытсызбын. Бақытсызсың ба? Менің үлгім мінсіз. Сен Космол журналының мұқабасындасың. Алақай! Фирмалық киімің табысты ханшайым көйлегің бар. Ханшайым көйлегінің тағы да 100-ін тіккім келмейді. Бұл үшін бір тармақ бар. Құрастыру желісін құрамыз. Ешқашан тігін тігуіңе тура келмейді. Не? Жоқ. Иә! Сол кезде Контрлот дүкені ешқашан жабылмайды, және Саси Сетлс дүкені табысты болады. Доғар, бұл сенің дүкенің емес. Егер Контрлоттағы жетістік осындай болса, маған оның қажеті жоқ. Енді дүкеннің жабылуына байланысты жаппай сатылым болатыны туралы парақшалар дайында. Мен Контрлот дүкенін жабам. Не? Жоқ, бұлай істеуге болмайды, Рерити. Жетістікке жету үшін соншама тер төктім. Кезекті сәтсіздікке жол бере алмайм. Сен керемет болып тұрсың, солай ғой. Сені қайтадан осы жерден көргеніме қуаныштымын. Саси дүкенді ашуға асығатын емес. Контрлот дүкенінің соңғы жаппай сатылымына қош келдіңіздер. Қанеке, мен бірінші. Қандай әдемі көйлектер. Тамаша. Ал ханшайым көйлегіне жеңілдік бар ма? Жоқ, кешіріңіз. Ханшайым көйлегі өндірістен алынып тасталды. Дегенмен бізде басқа да көйлектер бар. Мына көйлек толығымен менің жан дүниемді сипаттайды. Киіп көрсем бола ма? Әрине, ана жерде киіп көретін орын бар. Бұл әдемі көйлектердің ішіндегі ең әдемісі. Оған қарап көңіл күйім көтеріледі. Егер киіп көрсең, одан сайын көтеріле түседі. Мына шабыт көзі деген көйлектеріңізден қалды ма? Иә, бар, міне. Мінеки. Ерекше әдемі екен, оны киіп көруім керек. Апырай, мына көйлекпен өзімді ханшайымдай сезінем. Ал мен мына көйлекпен өзімді ханшайымдай сезінем. Бұл өте әдемі көйлек, бірақ маған түсі мүлде жараспайды. Бәлкім мына көйлекті ұнататын шығарсыз. Контрлот сарайының бұрқағын көріп шабыттанған едім. Оны шындық бұрқағы деп атадым. Дәл осыны армандаған едім. Олай болса тігіп бітірген соң ол сіздікі болады. Мен қалай ұмытып қалғам? Міне, осы ғой менің арманым. Пони көйлегін көрген сәт керемет. Ерекше көйлекпен қуантаман. Көйлек киген сәтте жұлдызға айналар. Жүрегімде сән әлем ән салады. Назар аударыңыздар, понилер. Контрлот дүкені жұмысын жалғастырады. Бірақ мына киімдерге берілген жеңілдік қалады, иә? Иә, әрине. Рерити, мені кешірші. Мен бір көйлекке қадалып алдым, ал басқа патшалық белгілері жапа шекті. Ханшайымның көйлегі де зиян шекті. Оларды көбірек тіккен сайын оларға уақыт аз бөліппін. Үйлесімі мен сәні кетті. Олар жиіркенішті, жағымсыз және көпшілікке ортақ бола бастады. Меніңше, ақырында Рерити ережесін түсінген сияқтымын. Оларды келесі жұмысымда қолданам. Кешір, не дедің?
Бірақ Рерити ережесі тек контрло дүкендеріне арналып жасалған. Сондықтан мен Понивилде болған кезде сен контрло дүкенін басқарасың. Понивилде ме? Иә, мұнда тек көйлектерді жеткізіп тұтынушылармен кездесу үшін ғана келіп тұрам. Ал Понивиль әрқашан менің үйім болып қала береді. Мен қатты қуанып тұрмын, Рерити. Рахмет, рахмет, рахмет. Сенің ережең бойынша басқаруға уәде берем. Бұған еш күмәнім жоқ. Мә, саған жаппай сатылым ба? Ханшайым көйлектері бар ма? Жоқ. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.